Сәлем қыздар, бүгін орама нан тағамын дайындайтын боламын. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Алдымен суымызды алып, үстіне бір жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз да, ұн қосып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Мен цесна ұнын пайдаланамын. Енді өздеріңіздің қанша зуала илейтіндеріңізге қарай қосатын боласыздар. Осылайша қамыр илейтін боламыз. Жақсылап қатты қылып илейміз да, иін қандырып қойып қоямыз. Қамырымызды үшке бөліп алдым. Осылай орташа суала етіп, үшке бөліп, дөңгелек етіп, үстін жауып қойып қоямыз. 20 минут, жарты сағатқа. Әрі қарай начинкамызды дайындаймыз. Осылай үлкен бір пиязбен сәуіз, 2 кішкене картошка қосып жібердім. Өйткені балалар жақсы көреді біздің. Сосын сиырдың етінен фарш. Дәміне қарай тұзын, қара бұрыш, қызыл бұрышын араластырып, солай біз начинкасын дайындаймыз. Енді қалауыңызға қарай асқабақ немесе капуста қосуға болады. Бір кісілер қосып жатады солай. Бірақ мен начинканы осылай дайындаймын. Және құр етпен де жасамаймын, өйткені еті тығыз болып бір-біріне жабысып қалады. Сол үшін картошка, сәбіз аздап қосып жіберемін. Өте дәмді шығады. Осылай дәмдірек болады. Егер де еттеріңіз майсыз болатын болса, аздап сұйық май қосып жіберуге болады. Жақсылап араластырамыз, тұзын, дәмін барлығын қараймыз. Енді қамырымыз дайын болды. Шетінен алып, қамыр жаятын боламыз. Қатты жұқа қылып жайған дұрыс. Қамырыңыз қатты болса, жұқа қылып жайып, ораманы солай жасаған дұрыс болады. Мен енді осы жерде 2 зуаламды пайдаландым. Жаңағы начинкам сол 2 зуалаға жетті. Барынша жұқалап, үлкен қамыр жайдым. Достар, мен каналым ұнаса, тіркелуді ұмытпаңыз. Шеттері қалың болып кетсе, осылай оқтаумен жайып-жайып жібереміз. Енді сұйық майымызды алып, осылай қамырымыздың үстіне жағып шығамыз. Енді дайын болған начинкамызды осылай үстіне салмамызды салып, орамамызды орайтын боламыз.
Өте керемет дәмді болып шықты. Мен 50-55 минут пісіремін. Мантыны да солай пісірем. Қамырда ешқандай жабысып болай неғып кетпейді, жұмсарып кетпейді. Бірақ еті барлығы толық пісіп, өте дәмді болып шығады. Осылай ораманы 3-ке бөлемде мантоваркаға саламын. Менде осы 2 зуала қамырмен осылай 3 листі шықты орама. Ас болсын достар, дайындап көріңіздер. Түсірген рецепттерім ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз.